Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы менің отбасым. О дыбысы мен әрпі. Бүгін сендер мәтін бойынша сұрақтарға жауап алатын боласыңдар. Барлығымыз сиқырлы сандықшадан шыққан сөздерге назар аударайық. Ата, әже, әке, ана, ол, қыз. Бұл кімдер? Жарайсыңдар. Отбасы мүшелері. Тамаша. Бүгін біздер отбасымыз жайлы әңгімелейміз. Отбасымыздың тірегі, қамқоршысы кім? Әрине, әкеміз, анамыз, атамыз, әжеміз екен. Суреттерге назар аударайық. Осы суреттер бойынша мәтін құрастырып көрейік. Менің отбасымда 6 адам бар. Атам, әжем, әкем, анам, әпкем және мен. Әкемнің аты Нұрлан. Ол біздің қамқоршымыз, отбасымыздың тірегі. Мен оларды қатты жақсы көремін. Бір-бірімізге үнемі көмектесіп тұрамыз. Жарайсыңдар, өте жақсы мәтін құрдыңдар. Әрине, әр адам өз отбасын құрметтеуі керек. Енді оқушылар, отбасы сөзіне дыбыстық талдау жасайық. От, ба, сы. 3 буын бар. О дауысты, Т дауыссыз, Б дауыссыз, А дауысты, С дауыссыз, дауысты дыбыс. Қамқоршы сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Қамқоршы. 3 буын бар. Қ дауыссыз, А дауысты, М дауыссыз, Қ дауыссыз, О дауысты, Р дауыссыз, Ш дауыссыз, дауысты дыбыс. Енді оқушылар, мына сөйлем сызбасына қай сөйлем сәйкес келеді екен? Әкемнің аты Нұрлан. Тапсырмаларды өте жақсы орындадыңдар. Ойын ойнайық. Сөз ойла, тез ойла. Орнына ауысқан буындарды орнына қояйық. Ош, ос, от, ор сөздері. Ош, қош, ос, та, от, қыр, ұршық. Дұрыс таптыңдар. Дәптермен жұмыс. Барлығымыз дәптеріміздің 38-ші бетін ашып, әдемі етіп жазайық. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгін отбасы, құрметтеу, сыйлау тақырыбындағы мәтінмен таныстық. Бүгінгі сабақты түсінген болсаңдар, бағдаршамның жасыл түсімен өз-өзіңді бағала. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.